Қайырлы күн достар. Сіздермен мен Ерке. Бүгін краусанның ерекше рецептімен бөлісетін боламын. Қараңыздаршы, краусан өте қып-қызыл, әдемі, қатпарлы, жұмсақ, ішінде начинкасымен өте дәмді шығады. Мінеки арасын бөліп те көрсеттім. Қабат-қабат қатпарына қараңыздаршы. Бір істегеннен тәтті, сәтті шығатын ерекше рецепт. Менің алдыңғы видеом өшіп кеткен болатын. Айта кетейін, мынау бірден апорын шығарып алған түрі. Бұған 200 грамм сүт, 200 грамм жылы су, және де 100 грамм дрожж, 2 ас қасық шекер, кішкене ғана шым-шым тұз қостым. Жақсылап араластырып 15 минутқа қойып қойған болатым. Осындай дрожждың апоры шығады. Оған бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның ақуызы араласты. Сосын 2 ас қасық сұйық майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Апорларыңыз осындай қатты көтерілу керек. Ондай болмайтын болса, дрожждарыңызда бір шикіліктің бары анық. Мүмкін срогы өтуі мүмкін, осылай көтерілмейтін болса, балғын емес болуы мүмкін. Сол үшін дрожждарыңызға да қараңыздар. Осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін оған електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алғанымыз абзал, қамырымыздың жақсылап көтерілуі үшін. Қамырымыз дайын, өте жұмсақ. Енді бұны бетін пленкамен жауып, 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Қараңыздар, күшті болып көтерілді. Сіздер де дәл осы рецептпен істейтін болсаңыздар, керемет. Осындай болып көтеріледі. Жұмсақ қамыр дайын болады. Енді бұл қамырымызды ұзынша етіп аламыз қазір. Міне, осылай ұзынша етіп 10-12 бөлікке бөліп алдым. Сіздерде әртүрлі шығуы мүмкін, қамырдың көлеміне қарай. Менде 10 штук шықты. Сосын домалақтап алдым. Домалақтағаннан кейін шетінен дөп-дөңгелек етіп жайып аламын. Жұмсақ болып, жұқа қылып, бетін әдейі тәкемен жауып қойдым. Одан сайын көтерілу үшін. Қараңыздар, одан да көтеріліп жатыр. Міне, дөңгелекше етіп қалыңдықта жайып алдым. Бір-екеу арасына ұн жақсаңыздар, бір-біріне жабыспай осылай тұра береді. Міне, мен 10 штугын жайып алдым барлығын. Енді бұның арасына сары майымызды жағатын боламыз. Сары майымыз бөлме температурасында тұрған болуы шарт, холодильниктегі емес.
жағуға ыңғайлы болу үшін жұқалап осылай жағып аламыз видеодағыдай. Мынау 13-түк қамырымыз шықты ғой, соның барлығына дәл осылай жағып шығамыз. Міне мен барлығына жағып, ең соңғы бөлігіме жаққан жоқпын, себебі қазір бұл қамырымызды одан сайын жұқарып жайған кезде бір-біріне жабыспау үшін бетін жаптым. Астыңғы бөлімде де май жоқ, байқасаңыздар. Осылай тығыз масса қылып алып, үстінен басып, бір кесіп қазір жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алдық. Қалыңдығы осындай мөлшерде, қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, орташа көлемде. Оны біз екі бөлікке бөлеміз. Ары қарай видеодағыдай краусанның пішіміне лайықтап бөле беретін боламыз. Осы қамырымыздан бір 20-25-тей штук шығады. Өте тойымды. Осы бөліктен кейін тағы бір бас жағын осылай кесіп аламыз, себебі начинкамыз дұрыс жабысып ыңғайлы болу үшін өзімізге. Начинкамызға мен варенканы қолдандым. Дәл осы түрін бір шай қасық салсаңыздар жетеді, бірақ мен начинкасының өте көп болғанын қалап, үстіне добавить еттім. Осылай екі жағын қатты басыңқырап жабыстырып, айналдырып шығамыз. Міне біздің краусандарымыз осындай болады. Пергамент қағазына астына төсеп, бетіне сары жұмылған сарысын жағып пісіріп аламыз. Сіздермен болған ерге маған лайк басып тіркеліп